2 сағаттық жерге 2 күн жүріп жатқан гүлімнен жалынды сәлем. Всем привет. Қалайсыздар достар? 4 күннен қайту процесі бізде. Пойызға мінсең өзі тамақпен жатудан басқа ешқандай нең жоқ қой. Әрі-бері жүретінді теңселіп та жүреді, ұйқыңда қарып қалмайды. Сол негізі көбісі былай ойлайды. Пойызбен жүрген адам ұйықтап рахаттанып демалып келеді ғой деп ше. Білмеймін енді, ол ұйықтайтын адам, білмеймін енді, кран оятса да тұрмайтын адам шығар. Негізі өзіме басыма бәле тілеп келе жатқаным өзім. Негізі 2 сағаттық жерге 2 күн жүріп келе жатырып, жол жүргізіп, уақыт өткізіп, әшейін тамақ ішу үшін десе тым жақсы кетіп бара жатырып, кондердің астында мынау тамағым бітіп, тамақты ішіп отырған түрім мынау. Төркінің алыс болса осы енді. Іштік, жедік, демалдық, енді үйге қайтатын уақыт келді. Пойызда ойнамаған ойынымыз қалмады. Мына кішкентай қыздармен келіңдер ойын ойнайық деп бәрі ойнап, әйтеуір бәріміз ойын ойнадық, маңдайымызға жазып әйтеуір. Бір күнге 2 баламен барып миым ашып келе жатқанмен, я демалғанды білмей, я демалмағанды білмей, әйтеуір келе жатырық, әйтеуір шүкір. Бір күнге жылына неше рет барасыздар, неше рет демалып қайтасыздар, неше күнге барасыздар? Жылына 1 рет баратын осымен демалысымыз тамам. Біздің де 2 күн жүріп пойыздан түсетін уақытымыз келді. Всем пока-пока.